Қыздар, бүгін сникерс пирогын дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сары май, шекерімізді, жұмыртқамызды барлығын жақсылап езіп аламыз. Осының үстінен ұнымызды, какаомызды салып, міндетті түрде сиздадан өткіземіз. Неге бұлай жасап жатырмыз? Өйткені біздің песочный тесталарымыз піскен кезде жұмсақ, аузларыңызға салған кезде ерейтіндей болып шығады. Ал егер тек қана холодильниктен сары майды қолданатын болсаңыздар, ол кейде ол теста шекер ерімей қатып қалып шығады. Сол себепті осылай істеген әдіс дұрыс. Мен постоянно осылай жасаймын. Міне біздің қамырымыз дайын. Разрыхитель салынды. Алдыңғы видеода көрген болсаңыздар. Және де формамызға осылай әдемілеп жайғастырамыз. Формаға шет-шетін бәрі дұрыс жайғасу керек. Өйткені піскен кезде екі шеті, бір жері қалың, бір жері жұқа болып әдемі көрінбейді. Сол себепті барлығын бір тегіс қылып жайғастырыңыздар. Артық жерлерін пышақтың көмегімен алып тастайсыздар. Бортиктерін барынша формадан асатындай қылып шығарыңыздар. Артық жерін осылай пышақпен кесесіздер, сонда бір келкі тегіс болып шығады. Енді осыны қызып тұрған печкімізде пісіріп алатын боламыз. Құрт тестаның өзін вилкамен тез шеріңіздер ортасын. Енді біз арахистерімізді кішкене қуырып аламыз, соленый болу үшін. Және де осылай күйіп кетпеуін қадағалайсыздар. Енді карамель жасаймыз. Біз шекерді міндетті түрде қалың ыдысқа жасаймыз. Ар жақта бізде баяу отта сливкиіміз қайнау керек. Бір қайнатып алсаңыздар болды. Міне шекерімізді қозғамайсыздар. Осылай өзі ери бастаған кезде ғана кішкене еруіне көмектесу үшін осылай түртіп жүрсеңіздер болады. Ал былайынан қозғап жүрсеңіздер бізде карамель дұрыс шықпайды. Шекеріміз кішкене қоңырғай болғаннан кейін сливкиімізді екі бөліп қоямыз. Міндетті түрде қозғап тұрамыз. Оттың астын баяу қоямыз. Міне оттың астын баяу қойғаннан кейін сары майымызды салып ертіп отымызды өшіретін боламыз. Біздің карамеліміз дайын. Енді осыны бөлек ыдысқа құйып аламыз. Тезірек сол үшін бізде міне карамельдеріміз дайын. Енді арахисімізді салып араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін пісіп тұрған біздің тестамызға, яғни корждарымызға жайғастырамыз. Барлығы тегіс жайылу керек. Нағыз сникерс осылай дайындалады. Немесе варенка сгущенкамен дайындауға да болады, бірақ ол енді оригинал деп айта алмаймын. Міне енді шоколадымызға сұйық майымызды құйып, микроволновкада ертіп аламыз. Кішігірім арахис салып жібереміз. 20-30 граммдай. Енді біздің пирогымыздың бетіне құятын боламыз. Жақсылап құйып, шет-шетін бәрін жайғастырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай барлық шетіне тию керек. Біздің пирогымыз дайын. Сразу сатылымға шығара берсеңіздер болады, немесе үйге жасап жесеңіздер де болады. Енді карамельдің кесілуі осылай сәл қиындау болады, ал былай жегенде өте керемет. Бұл пирогтарымызды 3,5-4 мыңнан сата берсеңіздер болады.